Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен өзімнің экософия кітабынан оқыған бір әңгімем жайлы айтып бергім келіп отыр. Бірде Ғайса пайғамбар моланың жанынан өтіп бара жатып, бір топ аруақтарды көреді. Олар қызу әңгіме дүкен құрып отыр екен. Олардың ішінде біреуі көңілсіз, басын төмен салып отырған көрінеді. Ғайса пайғамбар оның жанына барып, неге көңіл күйің жоқ? Деп сұрайды. Сонда әлгі аруақ мыналардың артынан ұрпақтары садақа таратып, рухын жеңілдетіп отыр. Менің артымнан ешқандай садақа таратқан жоқ ешкім. Сондықтан да рухым ауырлап, көңілім жабырқаңқы болып отыр дейді. Артыңнан тұяқ қалып бет деп сұрайды Ғайса пайғамбар. Иә, бір ұлым бар, бірақ оның жағдайы жоқ деп айтады. Келесі күні Ғайса пайғамбар әлгі аруақтың ұлын іздеп барады. Барса, асханада ыдыс жуушы болып қызмет атқарады екен. Әлгі баладан, әкеңнің жағдайы ол дүниеде өте ауыр. Неге садақа таратпайсың? Деп сұрайды. Сонда әлгі бала, жағдайым жоқ, күнімді әрең көріп жүрмін деп айтады. Ғайса пайғамбар, амалын жаса, Алла тағала ниетке береді. Итке жуынды құйсаң да, ол да садақа деп айтады. Бала ойланып қала береді. Сол күні бүкіл ыдыстағы жуындыларды жинайды. Нанның қиғымдарын барлығын жинап, бір ыдысқа салып, оны асхананың арт жағындағы қотыр итке алып барып береді. Ит тамақты жеп алады, аспанға қарап ұлиды. Ертеңіне Ғайса пайғамбар моланың жанынан тағы да өтіп бара жатса, барлығы шат-шадыман отыр екен. Барып әлгі аруақтан сұрапты. Көңіл күйің қалай? Бүгін қалайсың деп. Ұлым итке жуынды құйыпты. Иттің разылығынан, иттің қарны тойып, разылығынан менің де рухым жеңілдеді. Садақасы қабыл болды. Сондықтан да мен бүгін көңілдімін. Рухым жеңілдеді деп жауап беріпті. Демек, садақаның үлкен кішісі болмайды. Бұл жерде айтылатын ой, садақа ниетке қарайды. 7 шелпек таратсаңыз да, ол да садақа, ол да ниет. Біреуге мұқтаж адамға бір нәрсені бере тұрсаңыз да, ол да садақа. Итке жуынды құйсаңыз да, жануарларға тамақ беріп, оларға қамқорлық жасасаңыз да, ол да садақа екен.